Қазақстан азаматтарының құқығын қорғау ұйымы Not Экстремист бақылау мониторингілік статистикасы бойынша Қазақстанның 22 ауданында митингілер мен жеке пикетке берілген ескертулерге биліктің рұқсат етпейміз деген жауабы тіркелген. Яғни 2020 жылдың 30 шілдесінен 2024 жылдың 4 наурызына дейін 614 рұқсат етпейміз деген жауап тіркелген. Оның 36 жауабы 2024 жылға. Бұл статистика, нақты статистика. Мен өзім Алға Қазақстан партиясының мүшесі ретінде бірнеше рет митингілерге ескерту бергенмін. Бірақ үнемі жауап әртүрлі сылтаулар келеді. Яғни ремонттық жұмыстар жүріп жатыр, кәріздерді тазалап жатыр, немесе бір қандай да бір іс-шара болады, мереке болады деген. Бірақ ол орында ешқандай да іс-шара да, құрылыс жұмыстары да, тазарту жұмыстары да болып жатқан жоқ болатын. Жеке өзім 2020 жылдың желтоқсанынан бастап бүгінгі күнге дейін жеке пикетке күнде ескерту беріп жатырмын. Бірақ адам шығатын жеке пикеттің өзіне әртүрлі сылтаулар айтып рұқсат берілмей жатыр. Ал 8 наурыз Марат Шламбаевқа бостандықты талап етіп берген жеке пикетіме әлі де жауап жоқ. Ал ол ескертуді мен 22 ақпан күні бергенмін. Сондықтан мен жеке пикетіме шығамын, Марат Шламбаевқа бостандықты талап етемін. Астана қаласы, Еуропарламент ғимаратының алды, Космонавтов көшесі 62, сағат 13:30-дан 15:30-ға дейін. Алға Қазақстан, Марат Шламбаевқа бостандық. Қайырлы күн ағайын, қалдарыңыз қалай? Мынау оң жақ көзіміздің бірдеңе шығып келе жатса да видео түсіруге мәжбүр болып тұрмыз енді. Қазір ана сөзге мән бермей, анау шұқығыштар ойбай анау ақ мынау ақ көзің жұрт ит кетіпті ғой деп жаңағы тиісерлік айта берсін. Мәселе онда емес. Анау Сандуғаш ханымды Тұрлыбекова Қызылордадағы сол кеше үйіне басып кіріп милициялар бір рецидивист қылмыскерді кісі өлтірген адам ұстағандай болып сұмдық көрсетіп жатыр. Ал анау Батыс Қазақстанда таңертең бір отбасы біздің әкемізді өлтіріп кетті. Оның ағалары жаңағы конституциялық сотта істейді, анда істейді, мында істейді, оны үйтпей жатыр деп Тоқаевтан көмек сұрап отыр. Сол кісі өлтірген адамды ұстамай жатыр. Ана жерде шындықты айтқан жаңа мафиялардың жерді алып жаңа ұрғандағы қалай болса солай мафия жасап, қырғын жасап, жаңағы заңсыздықпен ақша тауып жатқан мафияның құйрығын шұқыған Сандуғашты үйіне басып кіріп есігін сындырып бала шағасына қарамай, адвокаттың келгеніне қарамай, десін дегеніне қарамай ұстап әкетіп жатыр. Айналайындар, мынаның барлығы қайда бара жатсыңдар сендер? Ертең өзі зорға отырған, ашынып отырған халық бір-ақ күнде көтеріліп, жазығы жоқ біреулерді қырып тастайды ғой. Мына мен ішкі істер органдарына деген, милицияға деген, жаңағы жүрген, тіпті осы күштік құрылымға деген іштегі қайнап жатқан ашулар пайда болады ғой. Содан кейін не болады ертең? Жазықсыз бір елім жерім деп ішіне ертең осы еріксіз қызметінде зорға жүрген, халықты бірақ іштей жақтап жүрген органда істейтін азаматтардың қаншамасы босқа қырылып кетеді ғой. Қырып тастайды ғой ашулы халық. Қойсаңдаршы, масқара ғой. Ей, анау жаңадан келген неме еді, анау қосылғыштардың орнына ауысқан кезде келген кім еді? Атында қарамаймыз ғой. Премьер-министр болып келді ғой, Бектанов бет. Көке жаңа коррупцияны аңдымай мынандай безпределді да қарасайшы ана жердегі. Ана Сандуғаштың парақшасына кірсеңдер, жерді қалай басмаман қалай жаңағы рәсімдеген неше-түрлерді айтып жатыр, заңсыздықтарды айтып жатыр. Ол заңсыздықтарды айтқан үшін заңсыз кеп басып кірді мафия. Өйткені оның аузын жабу керек болды. Сендер халықтың аузын жаба алмайсыңдар өйтіп. Халық бастарыңды кесіп алады ғой ертең ашуланса. Соны болдырмау үшін халықтың ішіндегі лебі шықсын деп әр жерден ішкені айтқызып сөйтіп жүрміз ғой біз. Бірақ дегенмен өздерің мынандай әрекеттеріңмен ертең халықты ашындырып бара жатсыңдар. Бұл жақсылыққа апармайтын түсінсеңдерші. Ни за что деген бар ғой, кетіп қалады қаншама адамдар ертең босқа. Қырып тастайды боста жүрген солдаттарды ашулы халық. Масқара ғой, мына халықты шығаруға әдейістеп отырсыңдар ма? Не сұмдық мынау? Үйінде тып-тыныш отырған батыр ананы халықтың жоқшылығын, халықтың жаңағы мұңын айтып жүрген әйелді алып анандай істеп жатсыңдар 8 март қарсаңында. Кеше жадыраның аяғын сындыра жаздап, оны көтеріп әкеттіңдер. Анау жұмысымыз жоқ деп Жаңаөзенде тұрған 100 адамды ұстап әкетіп, 20-сын жатқан соларды босатып деп барған үшін. Енді қазір Сандуғаштың артынан аздаған белсенді бар жатыр, оларды қамасыңдар ма? Ертең кеп осыны айтты деп мені қамайсыңдар ма? Мен онсыздар үстінен сіз қозғап, әр жер бір жермен шығып, қалай әкеттерін білмей отырсыңдар,
Енді бәрімізді атып тастасаңдар, сонда бәрімізді бір күн жинаңдар, бір жерге атып тастаңдар. Сонда тыныш болады шығар сендерге. Ай тыныш болса, бұл халық көтерілді, оянды, бұл қазақ оңдырмайды ау ертең. Қойсаңдаршы, бірдеңе қылсаңдаршы, қырғын болып кетеді ғой. Бүгін бір жақсы қуанышты хабар келіп жатыр. Яғни бүгін халықты әлеуметтік қолдау министріне кіріп шыққан нартәуекел қозғалысының мүшесі, аналардың мұңын мұңдап, жонын жоқтап жүрген біздің аяулы қарындасымыз Карима ханым осында бағана және бір топ адам барған болатынды, бірақ бір-ақ адам кірсін деген соң сол кісі кірген болатынды. Енді шілде айынан бастап осыны төлеудің амалын қарастырамыз. Әр туған балаға ешқандай әлеуметтік, ешқандай шектеусіз әр балаға, яғни мынау әр шошқаға 140 мың, әр торайға 40 мың төлеп отырған билік енді міне әр туған балаға 70 мыңнан беретінге келісім білдіріп жатыр. Яғни оны комиссия құрамыз, қарастырамыз деді. Енді бірақ аналардың барлығы әлі қатулы, ашулы. Билік жағындағылар осыны ескерсе екен. Тағы да сөз бұйдаға салып, құлақтан теуіп, ана жылғы 21 мың сияқты өтірік неше түрлі правила ойлап тауып, неше түрлі бір жаңағы үйтіп, тауық санап қуып кетпеңдер. Сондықтан да бұл әр туған балаға беруге біздің ұлан ғайыр жеріміздің байлығы жетеді. Біздің байлығымыз Қытай мен Ресейге үлестіріп беру үшін қалдырған жоқ екен айттық қой қазақ бабамыздың. Біздің қақымыз бар, біздің балаларымыздың да қақысы бар, бұл жерден алынбаған. Біз өзіміздің қақымызды ғана сұрап отырмыз. Тауып беретін ақша жетеді. Назарбаевтың жан-жағында болған талай жемқор жалмауыздың бәрін құстырыңдар, тыштырыңдар, солардың айлығынан, солардан алған ақшадан міндетті түрде халыққа беріңдер. Осыдан кейін егер берілмей жатса, аналардың ашуы қатты, назасына, наласына сұраққа жүрмеңіздер деген ескерткіміз келеді. Сондықтан да нартәуекел қозғалысына барлықтарыңыз бірігіңіздер, біз бірлесіп әлі талай биікті аламыз. Және бір ескертетін мәселе, сіздер есептеп жаңа қашан төлегендеріңізше бүкіл нартәуекел Маралдыға бармақшы. Маралдыны тонап, халықтың сөзін тыңдамай, фабрика салып, ана жердің табиғатын құртып, ана өзенді құртып, у-шашам деп жатқан мынау жалмауыздарды тыймасаңыздар, бүкіл нартәуекел қозғалысы Маралдыға барып, солармен жағасына жабыспақ. Сондықтан Маралды халыққа берілмеңіздер, біз сіздермен біргеміз. Міне Наурыз өтсін, Наурыздың мейрамынан кейін біз Маралдыға баруға қам жасап жатырмыз. Маралдыдан табыламыз, және бүкіл нартәуекел мүшесі сол Маралды халқымен бірге екенін біліңіздер. Нартәуекел ағайын, нартәуекелге бірігіңіздер. Біз қазақ елінің қашанда әділетті де жемқорлықсыз бақытты болу үшін біргеміз. Бір болайық, бірлік, күш бірлікте. Көп қорқытса, көп қорқытады, терең батырады. Халық қаласа хан астындағы атын сояды. Ұмытпаңыздар, нартәуекел.